Баршаларыңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында жасалатын сондай тәтті әрі жұмсақ пряниктер дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын арнама жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол үшін бізге 9 ас қасық қант, 4 ас қасық ұн, одан кейін үстіне қайнаған сүт құямыз. Менде қант ұнтағы болды, сахарный пудра, сондай салдым. Сүтіміз қайнаған болу қажет. Қайнаған күйінде ұнтағымызға салатын боламыз. Одан кейін 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, сұйықтығымыз суығанша бір шетке қоя тұрамыз. Оған дейін алдын ала илекштен өткізілген ұнымызды қопсытқышымызды салып аламыз. Менде қопсытқыш 12 граммнан 24 грамм салдым. Жақсылап араластырып, суыған сұйықтығымызға жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқамыздың біреуін солай саламыз. Екінші жұмыртқамыздың ақ уызын бөлек алып, сары уызын салатын боламыз. Ақ уызы дайын болған прянигіміздің бетінен глазур жасағанға қажет болады. Холодильникке салып қоямыз. Ұнымыздың бәрін бірден салмаймыз. Екі бөлікке бөліп, қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Илегенге ыңғайлы болу үшін. Ұнымызды бір шетке жинап, екінші бөлігін саламыз. Одан кейін әдемі жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет, қатты қою болмау керек, ұнды болмау қажет, ұн көп салмаймыз. Қамырымыз қатты болса, прянигіміз де қатты болып қалады. Арасы нығыздалып, көтерілмей қалады. Қолымызға жабысып жатса, сұйық май араластырып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз, печенье сияқты қытырлап қалуы мүмкін. Менде қалыңдығы 1 сантиметрдей болды. Қалаған формаңызда кесіп алсаңыз болады. Осылай бәрін жақсылап кесіп алып, қалыңдығы осындай болды менде. Жұмсақ болып шығады. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Формамызды алдын ала майлап аламыз. Одан кейін пряниктерімізді салып, 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Пряниктеріміз жұмсақ әрі әдемі болып шықты. Ақ уызымызбен қант ұнтағымызды салып, миксердің көмегімен араластырып, сұйық глазур дайындаймыз. Глазурымыз қатты сұйық болмау қажет, орташа болу қажет. Қатты қою болып кетсе, жағуы қиын болады. Қатты сұйық болса, кебуі қиын болады прянигімізде. Осындай видеодағыдай қылып жасап алсаңыздар болады. Сонда әдемі тез кебеді. Жаққанға да ыңғайлы. Пряниктеріміздің бәріне жағып шығамыз. Әдемі глазур дайын болды. Пряниктеріміз де әдемі болды. Сіздер де жасап көріңіздер үй жағдайында. Өте оңай, әрі жұмсақ, әрі тәтті.